Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Мадина, дәмді тағамдар каналы. Бүгін сіздермен ерекше оладьидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл оладьиге қосылған сарымсақ пен капустаның және сәбіздің дәмі өте керемет үйлеседі. Сіздер де дайындап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Толық құрамын описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Алдымен қажетті заттардың барлығын үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Сәбізді үкіштің жіңішке жағынан өткіземіз. Пиязды жуан жағынан өткізіп аламыз. Капустаны да үлкен жағынан өткіземіз. Екі дана сарымсақты жіңішке жағынан өткізіп аламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін 3 жұмыртқаның үстіне 1 шай қасық тұзымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның сарысы мен ағын біріктіргенше араластырамыз. Үстіне бөлме температурасындағы 125 мл айранды құйып, тағы да бір араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. Тағы да бір араластырып аламыз да, үлкен ас қасықты аса толтырып тұрып, 3 ас қасық ұн саламыз. Ұнымызды толығымен біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Дайын сұйық массамыздың үстіне алдын ала үкіштен өткізіп дайындап қойған капустамызды, сәбіз бен пиязды және сарымсақты қосамыз. Кез келген көк шөптің түрін алып, ұнтақтап қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде петрушка қостым және соңында жарты шай қасық ас содасын қосып араластырып аламыз. Соданың әсерін қайтарып алмас үшін көп араластырмаймыз. Бізде соңында видеода көрсетілгендей сұйық масса болады. Табамыздың үстіне азғантай ғана май қойып, қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін астын жай отқа қоямыз. Үлкен ас қасықпен оладьилерімізді орналастырып шығамыз. Бетін жауып 1 минутқа қалдырамыз. 1 минуттан кейін бетін ашып, астын тексереміз. Егер қызарған болса, оладьилерімізді аударып, бетін жауып, тағы да 1 минутқа бұқтырып аламыз. Дәл осылай барлық оладьилерімізді пісіріп аламыз. Әрбір рет пісірген сайын 1 ас қасық күнбағыс майын немесе өсімдік майын қосып отырамыз. Оладьилеріміз майды өзіне көп сіңіріп алуы мүмкін, сондықтан майды аз ғана қосқаныңыз дұрыс болады. Оладьиіміз пісіп дайын болды. Өте керемет, хош иісті, сарымсақтың, капустаның дәмі өте ерекше үйлескен. Өте дәмі ерекше оладьилерімізді сіздер де пісіріп көріңіздер. Пікірлеріңізбен міндетті түрде бөлісе кетіңіздер. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.